Сары майдың денсаулыққа пайдасы. Сары май қазақ дастарханындағы байырғы әрі шипалы тағам. Оның құрамында табиғи май қышқылдары, дәрумендер және адам ағзасына аса қажет биологиялық белсенді заттар бар. Бірінші, мидың жұмысын жақсартады. Сары май құрамында омега-3 және омега-6 май қышқылдары бар. Бұл майлар миды қоректендіріп, есте сақтау қабілетін арттырады. Сонымен қатар жүйке жүйесін тыныштандырып, күйзелісті азайтады. Екінші, қуат береді. Сары май жылдам қуат беретін тағам. Таңертең сары май қосылған асты ішу күні бойына сергек жүруге көмектеседі. Майдың табиғи энергия көзі екені дәлелденген. Үшінші, ас қорытуды жақсартады. Сары май ішектегі пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. Ашқарынға аз мөлшерде жеген сары май өттің жүруін жақсартып, ас қорыту жүйесін белсендендіреді. Төртінші, қабынуды азайтады. Сары майда бутырат деп аталатын ерекше май қышқылы болады. Бұл зат ішектегі қабыну процесін басып, ағзаны ішкі жағынан тазартуға әсер етеді. Бесінші, көру қабілетін күшейтеді. А дәруменіне бай сары май көздің көруін жақсартады, әсіресе көз құрғауы, түнде көрмейтін сияқты мәселелерге қарсы тұрады. Алтыншы, сүйек пен тіс саулығын қолдайды. Сары майда болатын К2 дәрумені кальцийдің сүйектер мен тістерге жетуін жеңілдетеді. Бұл сүйек сынғыштығы мен остеопороздың алдын алуға көмектеседі. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.